Бүгін біз сергіту сәті ретінде сіздерге мынандай дүниені ұсынып отырмын. Біз сабырлықты сақтауға, ұйымшылдықты көрсету үшін сіздер жаңа бір қоңыраудың ішінде 3 этаж зарлап кеттіңіздер. Сондықтан қазір тыныштық сақтап, сабырлық сақтап, ұйымшылдығымызды көрсету үшін 3 топқа міне 3 түрлі толып тұрған толып тұрған стаканды қойып тұрмын, міне 3 топқа. Қазір сіздер осы стакандағы жіпті әрқайсыларыңыз әр 3 қатар көтеру арқылы суды төкпей жоғарға көтере аламыз. Көрсетіңіздерші. Қай топ бір суды төкпей көтереді, сол ең ұйымшыл топ болады. Неге қазір мен сізге берейін, мынаны сүрте қой. Так, ол жаңа жүргеннен кейін ғой, мен әдейі толтырып қойдым. Жоқ, ағып тұрған жоқ. Ал кеттік, бастайық.